Армысыздар, құрметті достар. Бүгін сіздермен асқабақ қосылған орама жасайтын боламыз. Видео басталмас бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Бірінші кезекте суымызды құйып аламыз. Оған 1 шай қасық тұзымызды қосып, жақсылап араластыратын боламыз. 1 жұмыртқамызды салып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды жақсылап илеп аламыз. Әдемі болып шығады орама. Жұмсақ қамыр илеп аламыз. Енді оған азырақ 1-2 қасық сұйық май қосып жібереміз. Енді асқабағымызды жақсылап турап аламыз. Өзіңізге ыңғайлы етіп турап алыңыз. Оған пиязымызды қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Енді 1 шай қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Өте дәмді, керемет шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Енді қамырымызды жаятын боламыз. Әдемі етіп, жұп-жұқа етіп қамырымызды жайып аламыз. Енді сұйық майымызды қосып, жағып шығамыз. Арасына қамырдың сұйық май жағып, асқабағымызды салатын боламыз. Асқабағымызды бір келкетіп жағып шығамыз, салып шығамыз. Өте керемет шығады. Дәмі деген тіл үйреді. Сіздерге де жасап көруді ұсынамын. Әсіресе балаларға күніге дайындап берсеңіз болады. Өте жылдам дайындалады. Енді табамызды сары маймен майлап алып, орамамызды салып, бетіне жұмыртқаның жағатын боламыз. Оның бетіне әдемілеп күнжіттарымызды сеуіп шығамыз. Бір келкетіп, әдемі етіп күнжітімізді сеуіп, енді 180-200 градусқа пісіріп аламыз. 30-35 минут дайын болады. Міне біздің орамамыз дайын болды. Өте керемет шықты. Енді дәмі деген керемет. Асқабақпен өте дәмді шығады. Картоппен де жасасаңыз болады, фаршпен де жасасаңыз болады. Енді асқабақпен жасап көрдім. Өте дәмді шықты. Сіздерге де жасап көруді ұсынамын. Міне біздің орамамыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Менің арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.